Бүгінгі турнирдің үшінші жұбы. Тағы бір мәрте таныс болыңыздар. Өмірбек Абдурасулұлы 19 жастағы қырғызстандық дебюттант қарсыласы Рахматулло Набижонов. Міне қырғызстандық файтер қазір бірден қысымды күшейтті. Қазір енді айқастың қарқыны бірден өте бір жоғарғы деңгейге ауысқанда 57 келі салмақ дәрежесі қазір қырғызстандық файтер қысымды күшейту арқылы өзінің өзбекстандық қарсыласын біраз тығырыққа тіреді. Набижонов жақсы соққы жасады. Қазір мінекей Өмірбек Абдурасулұлы бір жақсы қысымның бір соққы алмасу сәтін дик жауынгер шындығында бір нағыз қиян кескі айқасқа қойып кеткен болатын. Дегенмен енді өзбекстандық файтер қарсыласын партерге жайғастырып көреміз. Жоқ. Оған көнетін қырғызстандық жауынгер жоқ. Ешқандай өзінің бір орта бойлы, тығыршықтай денелі жақсы күш қуаттың иесі екендігін көрсетуде қырғызстандық жауынгер. Өзбекстандық жауынгер де жаңа айтып қалды. Мен бүгін жанкүйер жұртта майза көрермендерін тәнті етемін деп. Яғни көкбұрыш қазір сары қағаз алуы мүмкін деген ескертуді жасады. Бұл неге? Яғни темір тордан орда ұстаған үшін осымен үшінші мәрте ескерту жасап жатыр. Но обходится все только устными предупреждениями. Умирбека зажимает у сетки. Набижонов вновь диктует во многом свои условия. Работает по бедрам, коленями. Но не перевести ему не удается, ни как-то улучшить позицию. А нужно бы. Что с точки зрения приемов, что в арсенале есть у Набижонова. Абдурасулұлы обороняется. Ну да, и очень пассивная работа у сетки. Напоминает вновь рефери Өмірбеку Абдурасулұлы о том, что нельзя хвататься за клетку. Очень пассивные пока поединки. Опять же, все объясняется, наверное, еще тем, что ставки крайне высоки. В дебюте хочется одержать победу. Это даст буст не только с точки зрения карьерных перспектив, но и, наверное, эмоциональный заряд. Удар с разворотом мощно забережает Набижонов. Абдурасулұлы крепкий парень. В центре Набижонов опускает руки Абдурасулұлы. Готовится постреливать. Ну и Набижонов. Правый боковой от него. Не хватает размаха рук. Абдурасулұлы. Мощно. Хороший лоу-кик. Залетает. Вновь Набижонов. Где-то фейкует, где-то продолжает работать. И очень зажато себя чувствует Абдурасулұлы. Много пространства отдает. При этом Набижонов себя проявляет здесь. Успевает выбрасывать удары ногами.
пытается, и ему удается это. Проваливает где-то Абдурасул Улу. Опять заряжает Лоу. Отбивает уже икроножную мышцу сопернику. Продолжает бить по передней. И вот это прочувствовал. Очень вовремя звучит сирена. Я шындығында біз өзбекстандық жауынгердің өзінің айқас басталмай тұрып берген сұхбатында айтқан болатын, бір қиян кескі төбелесті сіздерге тарту етіп, сонымен жанкерді тәнті етуге бар күш-жігерімді салам деген сыңайда дәл сол сценарийді қазір ұсынуда. Бейне қайталау сәті. Өмірбек Абдурасул Улу өз қарсыласы жасап жатқан қысымға енді раунд соңында аса бір төтеп бере алмады. Әсіресе осы лоу-кик соққылары, сонымен қатар раунд соңындағы оң қолмен жасаған қырғызстандық жауынгердің талпынысы жемісті болған сәтті жаңа ғана көрдік. Набижонов екінші раундқа қандай стратегия алып келеді. Яғни бірінші номермен жұмыс істеу арқылы өз қарсыласын тықсырып, басымдығын әрі қарай шегелей түседі ме? Басты сұрақ. Екі жауынгер де өздеріне сенімді. Абдурасул Улу қарсыласына қарағанда бойы сәл аласа. Нақтырақ айтатын болсақ, шамамен 6-7 сантиметр қазір. Абдурасул оң қолмен жасайтын құлашта бұратын соққысы көбінесе осы айқас барысында жемісті болуда Абдурасул Улу үшін. Набижонов аяқпен де, қолмен де шабуылдай алатын әмбебап жауынгер ретінде өзін жақсы қырынан көрсете алуда. Екі жауынгер шындығында жақсы бір айқастың стилін тарту етіп жатыр. Набижонов бағана өз тапқан бабын дәл қазір қайта қармағына әлі осындай 2-3 соққыдан тұратын комбинацияларын бара-бара жиілете түсуде. Аяқ қамтылыс жасады Абдурасул Улу. Бірақ Набижоновтың қарымта қорғанысы дайын. Жақсы позицияны қазір Абдурасул Улу өзі әрекет жасап бар, өзі қарымта әдіске тап болды. Енді өзбекстандық жауынгер осы позицияны өте ұтымды пайдаланады. Абдурасул Улу тек тұрып айқаста пайда жоқ екендігін түсінген сыңайлы. Набижоновтың біршама өткір ауыр соққыларын өткізіп алғаннан кейін Абдурасул Улу өзінің базасы күрес арқылы қазір жеңіске бастар жолда табуға тырысып көреді. Ну, минус 1 балл, да, для Набижонова, потому как уже должен был Абдурасул перевести. Схватившись за сетку, узбекский боец и спасся. Возможно, усложнил для себя задачу в этом поединке, потому как первый раунд он забрал, но теперь счет по-прежнему равный. Набижонов уже сближается. Опять работает по передней ноге. Абдурасул Улу теперь в роли контратакующего бойца должен предстать. С разворота в корпус. Набижонов мощно. Залпы летят Абдурасулу Улу за спиной. И вновь Набижонов даже здесь умудряется где-то локтем пробить. Заряжает. Абдурасул Улу вставил одну ногу дальше. Да, и переползает. Оказывается за спиной. Зафиксировал это положение. И 1,5 минуты есть для того, чтобы завершить этот поединок. Выйдет ли на удушение?
Но пока Набежонов показывает, что все в порядке. Есть ли захват? Абдурасул Улу. Нужно вставить вторую руку для того, чтобы этот захват был плотней. Да, а не дает возможности Набежонов ему завершить этот прием. Набрасывает Абдурасул Улу из этого положения. Набежонов задумывается только о спасении. Оттягивает он на вторую руку Абдурасул Улу. Ну так, для того, чтобы скорее обозначить свою активность, Абдурасул Улу бросает удары. И уже оба задумались о третьем раунде, которого нам не избежать, по-видимому. Ну и очень пассивны бойцы. Остается 10 секунд до конца. И того меньше. Пора отдохнуть немного бойцам, встряхнуться. Будет решающий третий раунд. Скорее всего, 3 подряд решения в рамках Найзачик Пижек нас ждет. Серик, да. Я бұл шындығында екі осымен енді кезекті мәрте өтіп жатқан Найза жекпе-жек форматы аясында бірінші турнирмен салыстырғанда мүлде басқаша көрініс. 3-1 айқас. Төрешілер шешіміне таяп қалды. 3-ші раундта екі көршілес мемлекет Қырғызстан мен Өзбекстандық жауынгерлер қандай айқас өрнегін тарту етер екен бізге. Бейне қайталау сәті. Қырғызстандық жауынгердің қолында да тамаша бір мүмкіндіктердің болғандығын көрдік. Өзбекстандық жауынгерінде қанжығасы демейік. Уысында біршама жақсы сәттер болды. Айқаста уақытынан бұрын аяқтауға. Төреш бірнеше мәрте Өмірбек Абдурасул Улуына ауша ескертулер жасады. Яғни 8 бұрыштың жақтауына бірнеше мәрте жармасқан болатын. Сол қателігінен сабақ алған қырғызстандық жауынгер енді жинақы қимылдай бастады. Абдурасул Улу қорғансын біраз өзінің осал тұстарын байқаған сыңайлы. Тесінші Набежонов оның барлығын жақсы көріп тұр. Алдамшы қимылдар міне. Бауыр тұстан, бүйір тұстан бірнеше аяқпен жасалған соққыларды көрдік. Бұл соққылар бірден ауыр тиіп кетсе керек. Абдурасул Улу қарсыласын партерге осылай жайғастырып алды. Енді қандай талпын жасап көреді. Набежонов күреске бейімдеу, қарсыласының қолын байлап тұрып кетуге ұмтылыс жасайды. Өйткені Өзбекстандық жауынгер үшін тік тұрып төбелесу әлде қайда қолайлы. Стоп деген белгі берілді, яғни белдесудің қарқынын бәсеңдетпеу мақсатында ішкі лоу-кик Набежонов тарапынан. Абдурасул Улу аздап шаршап қалған сыңайлы. Көбінесе артқа шегіншектей барып соққыларға соққымен жауап қатудың орнына қашқақтап ұрыс салуға көшті. Набежонов барша қазір қандай ауыр
лоу-кик шындығында. Егер дәл осы соққылардың бірнеше өтетін болса, Абдурасулұлының аяқта тұрып қалу әлде қайда сұрақ белгісі болады. Қиындау болады тік тұрып осылай емін-еркін қозғалып жүруі. Набижоновтың стратегиясы түсінікті. Күрес тұрғысынан өзінен басымдау, қарсыласына мүмкіндік бермеу, осындай лоу-кик соққылары арқылы тағы да бірнеше соққыдан тұратын ауыр шабуылын ұсынған Набижонов қазір айқасты уақыттан бұрын аяқтауға мүмкіндігі бар. Осыны қаншалық тұтымды пайдаланады. Төбесінен төндіре қарсыласын бірнеше ауыр соққының астына алды. Абдурасулұлы бас сауғалап қазір тек қана жауапсыз қорғануға мәжбүр. Айқас бәлкім аяқталатын тұс осы шығар. Жоқ. Абдурасулұлы тұрды. 2 минутта уақыт бар қазір. Дидар енді не істеу керек бұған? Өзбекстандық, қырғызстандық жауынгер үшін. Ну, разбивает переднюю ногу и продолжает давить на эту точку Набижонов. Классическое противостояние ударника и борца, по-видимому. Тут Абдурасулу не позавидуешь. Омирбек плывет, принял слишком много ударов в концовке. А Набижонов нащупал свою игру. И третий раунд забирает он определенно. Хромает на одну ногу, конечно, Абдурасулу. Набижонову нужно давить. А он взял ненужную паузу абсолютно. Хотя все складывалось в его пользу. Очень осторожно действует для дебютанта. Рахматилло. По 19 лет этим парням. Мидл кик есть. Опять опасается проходов от соперника Набижонов. Но, по-моему, все эти попытки он способен парировать, и ему нужен яркий финиш. Вот все, что требуется. Тем более 40 секунд до конца. Удар с разворота вновь. Пока все в блок. Успел восстановиться при этом Абдурасулу. Победа, скорее всего, не за ним, но и Набижонов должен поработать активней, чтобы в конце концов попасть на карандаш к матчмейкерам. Вот и отзащищался. Размен. Опять серийно пытается атаковать Набижонов. Успевает и уклониться от атаки Абдурасулу. Ну, 10 секунд. Сейчас, услышав этот обратный отсчет, ему нужно пойти вперед. Полететь, возможно. Чего ждет Набижонов? Просто дождался решения. Я шындығында алдағы 2 раундты білмеймін, бірақ 3-ші раундта сөзсіз өзбекстандық жауынгер басымдыққа ие болды. Және өз жеңісіне сенімді Набижонов. Но при том, что минус балл, да, во второй пятиминутке. Но все равно Набижонов этот поединок должен забрать. Қазір міне жеңімпаздың есімін жариялайтын сәт. Дәл осы сәтте тағы бір айта кететін, тілге тиек ететін жайт. Шындығында найза жекпе-жек формат аясында біз өте жоғарғы қарқында төбелесу мәнерін ұсына алатын жігіттердің төбе көрсетіп жатқандығын аңғардық. Бұл өте деңгейдің бір сатыға жоғарылағандығын дәлелдейтін фактор. Өте қуаныштымыз. Яғни найза жекпе-жек форматы тек іріктеу емес. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтың нәтижесі бойынша төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Рахматилло Набижонов.